Сәлем достар, бүгінгі видеомызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге USD/GPI валютный параларына сауда жасап көретін боламыз. Достар, біз алдымен TradingView деген платформаға кіріп аламыз. Дәл осы платформада бірінші осы графиктегі трендтік линия сызып аламыз. Біздегі көпшілік көзқарасы бұл жоғары қарай кетіп бара жатқанын байқауымызға болады. Бізде байқасаңыздар 144-те 996-ға дейін жоғарыдағы 3 разворот болған аймақты айтып жатырмын. 144-те 996-дан бастап мұнда 144-те 643-ға дейін түскен екен. 3 рет разворот жасап беріпті. Мұндағы 3 развороттан кейін екі таңдау бар еді. Я лонг позициясына көтеріліп кету керек еді. Мына жерде кішігірім скопление болып, не болмаса шорт позициясына кету керек еді. Енді біздегі бағытты байқайтын болсақ, достар, біздегі мұндағы свечалардың өзі айтып тұр. Жоғарыдағы тендер айтып тұр. Жоғарыда сатып алушылар бар деп тұр. Мұнда қара свечалар жоғарыда оларды басып жатыр да, жасыл свечаларды жоғарыға көтерілуге мүмкіндік бермей жатыр. Сондықтан мұндағы тендеріне қарайтын болсақ, жоғарыда сатушылар көп екен. Мұндағы свечаның ұзын теніне қарайтын болсақ, бұл свеча шорт позициясына қарай кетті. Шорт позициясына қарай мұндағы свечалардың бәрі пәске қарай. Енді байқайтын болсақ, достар, астындағы свечаларына мән беретін болсақ, мұнда бір разворот болыпты, мұнда тағы бір кішігірім развороттар болған. Енді бізде мұнда скопление болып жатыр. Мұнда енді баға шоғырланып жатыр. Бізде өйткені баға ауысымы болып жатыр, достар. Баға өзінің белгілі бір аймағына келіп қойды. Міне мысалы мынау поддержка аймағы деп белгілей салайын, осы жасыл сызықты. Бізде баға өзінің мақсатына келіп қойды, мен достар. Так, мұнда таза түскені 144-те 145. Ал тені бойынша есептейтін болсақ, 144-те 108 екен. Бұл уже астында поддержка аймағында сатып алушылар мықты болып тұр. Мынау жасыл аймаққа уже ары қарай өте алмады. Значит, бұл жақта сатушылар өзінің деңгейіне ғана жетті да, ары қарай уже сатып алушылар мықты болды. Ары қарай сатып алушылар өзінікін бермеді. Бұл развороттан кейін түскенгі, міне түсті ғой мына свечаларшы. Вот ары қарай мұндағы аймаққа жетпеді. Мына жердегі облысқа жетпеді. Значит, бұл мына жерден қайтқаны, мына жерде теніне қарайтын болсақ, бізде поддержка аймағы мықты болып тұр. Поддержка аймағы келешекте мына жерде мен сызып қойған сары аймақ бар ғой, сары аймақ. Осы жерде скопление болады. Баға ауысымы болады. Баға ауысымы болғаннан кейін ол жаймен жоғарыға көтеріледі. Бізде сопротивление аймағы бар, міне. Келешекте баға осы сары аймақтың ішінде айналым жасайды. Содан кейін бізде баға жоғарыға көтеріледі. Қызыл аймаққа барады. Егер қызыл аймақ тесіп өтетін болса, егер мұндағы жасыл свечалар мықты болатын болса, мұндағы аймаққа барады. Мына жерден белгілей салайын мен. Мына жерде өйткені бір разворот болған, достар. Міне байқасаңыздар, поддержка аймағы. Мына жерде свечаларды көрдік қой, разворот болған жер. Мына екінші разворот болған жерде, мына шорт позициясына қарайтын болсақ, біз осы жерден поддержка аймағына белгілесек, ол мына аймақта сопротивление аймағы болып есептеліп кетеді. Егер мұндағы баға ценовый скопленияны тесіп өтетін болса, егер мына аймақ тесіп өтетін болса, ол мына жердегі аймаққа барып жатыр. Максимально осы аймаққа барып қайтадан түседі деген болжам бар, достар. Баға по-любому мына жерде тесіп өте алмайды, достар. Мына аймақ тесіп өте алмайды. Барса, мұндағы жасыл свечаның теніне баруы мүмкін, ары қарай қайтадан жоғары көтеріледі. Мұнда сопротивление аймағы болып есептелді. Мына жерде графиктер үшін бұл мына аймақ, мына жасыл сызық, мұнда жоғарыда белгіленіп тұрғаннан кейін бұл сопротивление болып, қарсылық аймақ болып есептелді. Мына жердегі свечалар үшін. А біздегі болашақтағы свечалар үшін бұл поддержка аймағы болып тұр. Енді, достар, біз белгілеген свечада баға тұрақсызданып жатыр. Міне мен айтқандай, скопление болып жатыр. Өйткені мұнда қара свеча түсіп жатыр ғой пәске. Жоғарыдағы теніне қарайтын болсақ, үлкендеу болып жатыр да, мұндағы денесі пәске түсіп жатыр. Бұл мен айтқандай, мына жасыл сызықтың теніне бара жатыр. Ол жерге барғаннан кейін ол дальше жоғары көтеріледі. Біз осы уақытта бітіреміз, мына жердегі ценовый скоплениедегі уақытта. Міне бізде тағы жаңадан уақыт ашылды. Енді біз уақытты жоғарыға деп ашып көрсек, давайте біз Pocket Option'ға кіреміз. Pocket Option'нан біз USD/GPI дейміз. USD/GPI жоғарыға деп қарастыратын боламыз сделканы. 163-те ценовый котировкаға қарайтын болсақ, 163-те 458-де ашылды. Міне мұнда 163-те 153-тек. Міне, мұнда да тұрақсызданып жатыр екен. Енді күтеміз, достар.
Достар, бізде мына жерде байқасаңыздар, бізде бір разворот болған жерде мына жердегі қара свеча мен жасыл свеча теңесті. Значит, бұл жердегі үшінші разворот болып жатыр. Мұндағы жасыл свеча жоғарыға бір алып барады, қайтадан төменге түсіреді. Мұндағы үшінші развороттан кейін USD GPI валютасы жоғары қарай көтеріледі, достар. Болды, уже бұл өзінің аймағына барып қойды. Біз енді өзіміздің пакет опшнға кіріп көретін болсақ, бізде сделка, біздегі прибыл бүгінгі плюс болып түсті. Демо шотта $10 ашқанмын. Біз мұндағы баға тұрақсызданып жатқан кезде де біз сделка ашып көрдік, достар. Міне, мына жерде негізі баға тұрақсыз болып жатқан еді. Мен жаңа айттым, мұндағы жасыл свеча, мұндағы қара свеча, мұндағы жасыл свечаның теніне келеді, я болмаса осының тенмен бірге келген кезде бұл қайтып кетеді дедім. Мұндағы тенге келген кезде мұндағы баға көтеріледі қайтадан дедім. Өйткені мұнда бір разворот болды, мұнда екі разворот болды. Уже мына жерде өзінің бір белгілі остановкасына келіп тоқтады. Вот содан кейін ол не істеді? Сатып алушыларға берді. Ары қарай мынада жасыл свечаларға берді. Бірақ әлі сенімсіз, достар. Өйткені бұл жерде сенімсіз скопление болғаннан кейін бұл жерде сенімсіз. Баға я пробитие болып астына түсіп кетуі мүмкін, болмаса жоғары көтерілуі мүмкін. Мен жаңа айттым ғой, жоғары көтеріледі деп. Баға тек бір развороттан кейін барып қана көтеріледі. Мұнда тағы бір разворот болуы мүмкін. Сол үшін мен паске түсуі мүмкін деп тұрмын. Баға келешекте бірақ по-любому жоғары көтеріледі, достар. Үшінші разворот болады, содан кейін барып көтеріледі баға. Вот, достар, бүгін біз сіздермен бірге USD GPI валютный параларымен сауда жасап көрдік. Бүгінгі видео пайдалы болса, арнайы жазылып қолдау білдіріп кетейік. Келесі видеода кездескенше, достар.